Біз өткенде әлеуметтік мәртебе туралы айтқан болғанбыз, әркімнің өз мамандығының, өз саласына ақысын беруге. Енді жаратылысты жалпы қарап көрейік. Мысалы, ара, бал жинайтын бал аралар, енді олар ренжіп жүрген жоқ. Мен бал жинайын, баламда адамдар жинап кететін болды, мен ендігі жылы мыңдаған гүлге қонбайым, ары бері ұшпайым, жинамайым деп айтып баратқан жоқ. Олар өз міндетін атқарады. Бүткіл жаратылыс өз міндетін атқарады. Ит те өз міндетін атқарады. Өйткені Алла ит қылып жаратқаннан кейін ол өзі иттігін істейді. Нәтижесі нәтиже. Қиямет күні егер олардан сұрақ болатын болса, әрине хайуандар сұраққа тартылмайды ғой. Ол жауап береді. Алла, сен мені ауа қылып жараттың, мен ауалық функциямды атқардым дейді ауа. Күнде өз функциямды атқардым дейді. Мысалы, жапырақ делік да көшеде тұрған айтпайды ғой, бұлар мен көмір қышқыл газды жұтам, бұларға оттегі берем, бұларды мені шаршатты болып, мен көктемде шықпаймын деген бір жапырақ көрмейсің да. Алла тағала жаратылыста бәріне белгілі бір міндет жүктеген. Бүткіл жаратылыс өз міндетінің ақысын беруде. Енді сұрақ туындайды. Бұл жаратылыста бір молекула артық болмаған болса, артық жаратылыста дым жоқ. Өйткені барлығының пайдасы бар. Алла жаратушылардың ең хикмет иесі. Артық дүние жаратпаған. Абаth дейді ғой терминде. Бос, бостық жаратпаған. Енді біз адам ретінде жаратылғаннан кейін біздің де үлкен бір міндетіміз бар. Алла тағаланы адам деп менің жердегі халиф дейді ғой, орынбасарым ретінде жараттық деген кезде бұның да бір жүк бар екен, бұның да бір жауапкершілігі бар екен түсінеміз. Егер құмырсқада өз міндеті болған болса, молекулада өз міндетін атқарған болса, біз адам ретінде өзіміздің функциямызды атқару міндетпіз. Енді сұрақ туындайды. Адам болудың, адамгершіліктің, адамдықтың шыңына шығу үшін қандай амалдар бізге керек? Қандай амалдар оған қажет? Бұл да қиын емес жауап. Біріншіден мына сұраққа тоқтайық. Алла тағаладан адамзатқа берілген ең үлкен нығмет не? Енді хадистерде айтылады ғой, бүткіл дүниенің байлығын бір таразыға қоятын болсақ, және де ла илаха иллаллах Мұхаммад расулуллахны екінші жаққа қоятын болсақ, бұл ауыр тартады дейді. Шынайы адамзатқа берілген теңдесі жоқ құндылық ол иман. Ол денсаулық деген нығметтен де үстем тұрады. Ол ақыл деген бәлки одан да үстем тұрады. Шын, абсолюттық деңгейде ең үлкен нығмет не деген болсақ, ол иман. Яғни мұсылман болу. Енді осы түйіннен туындап, Алла тағала адамзаттың шынайы адамдығын ашып, белгілі бір шыңына шығу үшін бізге жүйе үйреткен. Ол жүйені де Құран мен сүннетте бізге үйретіп, бізге 23 жылдық пайғамбарлық миссиясында көрсеткен, яғни практикасында. Біз оны әрине Құран сүннет деп білеміз. Яғни шынайы адам өз функциясын атқаруды қайдан үйренеміз десек, Алла тағаладан бізге түсірілген программасынан үйренеміз. Ол да ислам деген жүйесінен, Құраннан, сүннеттен. Енді осы арада және де бір сұрақ туындайды. Біз адами бір мұсылман болуымыздың функциясын қалай атқарып жатырық? Яғни намазбен, оразамен ба, бәлки сәлемімізбен ба, немесе бисмилля деп іс бастауымызбен ба? Бұның барлығы мақсат емес, бұның барлығы кішігірім жолдар, себептер, үлкен мақсатқа апаратын. Ол мақсат Алла тағаланың әрине разылығы баршамызға міндетті. Енді және бір сұрақ туындайды. Алла тағала бізге берген мыңдаған саны жетпес нығмет бар. Әр нығметтің шүкіршілігі сол нығметтің түрінен болатын болса, иманның ақысын қалай береміз деген. Бұны басқаларға түсіндіру арқылы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артығымен атқарды өз миссиясын. Бәріміз сенеміз, иман еттік болған. Өйткені артынан қоштасу хұтпасында 100 мыңнан астық сахаба болған. Яғни минимум 120 мың сахабаның жүрегіне иман нұрын оятқан. Шынайы бір адами келбетте өмір сүруді, бақыттың жолын үйретіп кеткен. Бұл иман деген нығметтің басқалардың жүректеріне себепкер болу негізгі міндетіміз. Яғни мұсылманшылық аманат не деген болсақ, осы болар еді. Сахабалар да өз уақытысында ақысын берген мұсылманшылықтың. Олар да табииндердің жүрегіне иман себепкер болып, және де исламды үйретіп, өмір сүріп, әрбір салаға бекітіп беріп кеткен. Бұл ғасырлар бойы бүгінгі таңда бізге жетті. Енді Алла тағаланың діні қияметке дейін болады ғой. Ескірмейді, жаңармайды. Яғни сол Құран, сол сүннет, сол иман ол қияметке дейін жалғасады. Ал бүгінгі таңда бұл эстафета бізге келді. Енді бүгінгі мұсылмандардың алдында тұрған ұлы міндеттердің бірі өзіміздің Алладан берілген ең үлкен нығметіміз болып саналатын иманымызға пайдалы болу, адамзатқа жеткізу, Алла тағаламен таныстыру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген бір сүйіспеншілік пен махаббатты ояту, осы жолда өмірімізді пида ете білу мәселесі.
Бул мусулманчылыктын ураны десек де болот. Бул мусулмандын миссиясы деген болсак. Бул адамдын шынайы адам болуп, және де жана айттык го энди. Арада айтат, Алла сен мени ара кылып жараттың, мен акысын бердим дейт ара болуудун. Туура сол сыяктуу кыямет күнү бизде енді арадан ондай спрос болмайды. Сұрақ. Мен мысал ретінде айттым. Егер бізден сұраламыз, біз сұралған кезде не деп жауап береміз? Алла сен бізді адам қылып жараттың. Біз ақысын беріп, адамдық функцияны атқардық деп айтуды Құдай Тағала баршамызға нәсіп етсін. Мұсылманшылықтың ақысын беріп, шынайы шариғаттың рухына сай өмір сүруді нәсіп етсін иншалла.